Мына көп отырыстарда отырамыз ғой, сонда адамдар мынандай зат айтады. Кейде таң қалдырады енді. Сендер үнемі өлім туралы айтасыңдар, сосын сендер үнемі тозақ туралы айтасыңдар дейді. Енді ол ақиқат қой, қалай айтпасқа? Ол иманның шарттарының бірі тозаққа сену, өлімге сену, ертең мәңгілікке сену деген сияқты. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға айтады, сендердің ең ақылдыларың кім деген кезде, сахабалар әртүрлі былай айтқан кезде жауап айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сендердің ең ақылдыларың өлімді жиі еске алатындарың дейді. Ойлаңыздаршы, өлімді жиі еске алу бұл ақылдылықтың белгісі, ақылдың белгісі, даналықтың белгісі. Осын түсінуіміз керек. Егер де адам түсінбей жатса, енді өзі біледі, бірақ біз ертең кімнің алдына барамыз? Әрине Аллах тағаланың алдына. Не деп барамыз? Енді баратынымызды егер де білетін болсақ, яғни біз өлуіміз керек қой, біз қайтыс болуымыз керек. Бізді жер қойнауына беру керек, яғни өлім келеді. Бүкіл адам, былай айтқанда аятта айтады ғой, бүкіл адам жан иесі өлім дәмін татады дейді. Өлімнің дәмі бар ағайын. Сол себепте ешкім оны жоққа шығармайды, жоққа шығара алмайды да. Сол сияқты біз өлімді жиі еске алу арқылы ақыл иелерінің қатарында боламыз, және де оны жиі еске алу керек. Өйткені өлімді еске алу арқылы біз өз-өзімізді күнәдан тежейміз. Өйткені ертең Алланың алдына барамыз деген ар жағында қаперде тұрады. Одан кейін өлімді жиі еске алу арқылы адам сабырлы болады, ертеңін ойлайды, шүкірлі болады, тәубешіл болады. Осын түсіну керек. Ертеңін ойламаған адам, ол кез келген күнәні жасай береді. Ертеңін ойламаған адам басқа адамдарды аямайды. Ол енді ақыретке сенбеген адам, қиын ғой. Сол сияқты тағы да айтып кетейін, тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айт намазында уағыз неден бастады білесіздер ме? Тозақтан бастады. Өйткені адамға тозақты да еске салу керек міндетті түрде. Я жәннатты айту керек, я дінді сүйіншілеп жеткізу керек, бірақ тозақты да, өлімді де, ақиқатты да айтуды ұмытпауымыз керек. Осы.